Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін тізе ауруын үй жағдайында қалай кетіруге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Тізе ауруы көптеген адам бастан кешетін денсаулық проблемаларының бірі ғана. Тізе ауруына арналған кейбір табиғи ұсыныстар бар. Суық терапиясы. Әсіресе кенеттен бір соғу немесе құлау нәтижесінде басталатын бір тізе ауруы болса, ауырған жерге суық қолдану арқылы бұл ауруды азайтуға болады. Ол үшін мұзды қыштан мұздың бірнеше бөлігін бір сөмкеге салып, таза бір шүберекпен орап ауырған жерге біраз уақыт ұстауға болады. Зімбір және зімбір майы. Егер тізе ауруының себебі қабыну болса, зімбір майымен бұл ауырсынуды азайтуға болады. Тізе қақпағы және айналасына бірнеше тамшы зімбір майын тамызып жағыңыз. Айналмалы қозғалыстармен массаж жасап, майдың әсерін көрсетуін күтіңіз. Таза немесе ұнтақталған зімбір шайын қайнатып ішуге де болады, немесе оны бал және зәйтүн майы сияқты ингредиенттермен араластыру арқылы тұтынуға болады. Куркума және куркума майы. Ауырған жерге куркума эфир майын мұқият жағуға болады. Сондай-ақ күнделікті түрде бір шай қасық куркума ұнтағын бір кесе табиғи йогуртпен араластыру арқылы тұтынуға да болады. Алма сірке суы және зәйтүн майы. Тізе ауруына алма сірке суы және зәйтүн майын қоспасымен ең табиғи емді қолдануға болады. Алынған қоспамен тізе айналасына уқалау арқылы массаж жасаңыз және теріңіздің қоспаны сіңіруін күтіңіз. Тізе ауыратын күндерде бір шай қасық органикалық алма сірке суы мен бір стакан судың қоспасын ішуге болады. Қыша майы. Тізе айналасына қыша майының бірнеше тамшысын тамызып, осы жерді уқалау арқылы сіңіріңіз. Итмұрын шайы. Итмұрын шайының ауруды басатын қасиеті бар. Тізеңіз ауырған кезде итмұрын шайын ішіңіз. Сол кезде ауырғаны басылады. Кокос майы. Бұл тиімді және пайдалы майдың тізе қақпағы мен буын ауруын емдеу қасиеті бар. Құрамындағы дәрумендердің арқасында ауырсынуды жеңілдетеді. Жалбыз майы. Тізе қақпағына жағылатын жалбыз майы ауырған жерді бірнеше секундта босаңсытады. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.